Сәлем достар, сіздер менен Наргиз. Бүгін мен сіздерге ең оңай жасалынатын сникерс трайфлдың рецептісін ұсынамын. Қажетті құрамдар: 10-90 грамм қант, 110 грамм, 3 дана жұмыртқа, какао 20 грамм, өсімдік майы 50 грамм, сүт 50 грамм, ванильный сахар 1 шай қасық және қопсатқыш 1 шай қасық. Жұмыртқамызды ыдысымызға саламыз. Оның үстінен тұз қосамыз, қант қосамыз, ванильный сахар қосамыз. Миксерменен ағарғанша араластырып аламыз. Массамыз ағарды. Ситаға ұнымызды салып аламыз. Қопсатқышымызды саламыз. Какаомызды саламыз. Жақсылап қасықпенен араластырып аламыз. Енді құрғақ ингредиенттерімізді жұмыртқа массасына 3-4-ке бөліп қосамыз. Және де әрдайым миксерменен араластырып отырамыз. Содан кейін сүтімізді қосамыз. Содан кейін өсімдік майымызды қосамыз. Жақсылап миксерменен араластырамыз. Шоколадты бисквитіміз дайын. 20 немесе 22 сантиметрлік формамызды өсімдік майын жағып шығамыз. Содан кейін шоколадты бисквитімізді құямыз. 180 градуста 35-40 минуттай пісіреміз. Арахисімізді 2-ге бөліп турап аламыз. Крем жасаймыз. 250 грамм творожный сыр, содан кейін сливки 33%, және 250 мл және қант ұнтағы 100 грамм. Салқын сливкиді ыдысымызға құйып аламыз. Жақсылап көпіргенше миксерменен араластырамыз. Оның үстіне творожный сырымызды қосамыз. Жақсылап миксерменен араластырамыз. Қант ұнтағын қосамыз. Тағы да миксерменен араластырамыз. Креміміз дайын болды. Бисквитіміз суығаннан кейін үсті жағын, бет жағын алып тастаймыз. Және де өз қалауларынша бисквитті кесіңіздер. Мен осы жолы квадрат түрінде кестім. Осындай квадраттар шықты. Бисквит ылғалды болып келеді. Енді трайфлымызды жинаймыз. Крем, арахис, вареный сгущенный сүт керек болады. Трайфлға ыдыстар керек болады. Кремімізді саламыз ең бірінші. Содан кейін арахис саламыз. 1 шай қасық вареный сгущенка саламыз. Бисквит саламыз. Оның үстінен крем жағамыз. Қайтадан арахис саламыз. Сгущенная варенка саламыз. Бисквит саламыз. Содан кейін тағы да крем саламыз.
келесісін көрсетейік. Крем саламыз астына, арахис саламыз, вареная сгущенка саламыз, бисквит саламыз. Содан кейін тағы да крем құямыз, арахис саламыз. Содан кейін вареная сгущенка саламыз. Бисквит саламыз. Креммен тағы да бетін жауып шығамыз. Трайфлдарымыз дайын, енді әсемдейміз. Әсемде өз қалауларынша мен осы жолы малинаменен әсемдедім. Трайфлдарымыз дайын, енді 1 сағатқа тоңазытқышқа қойсаңыздар болады. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздерменен болған Наргиз.